Сүлеймен патша күллі аң-құстың тілін біледі екен. Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, қолдауларыңызды сұраймын. Бір күні құс біткенді дәрігеріне шақырып, олардың қандай өнері барын білмек болды. Құстар бірінен соң бірі сөз алып, Құдай берген қасиетін айтып жатты. Кезек бәбісекке келгенде ол: «Менің күллі құстан артық біткен қасиетім бар. Қырағы көзіммен жердің астында жатқан өзен мен көлді көре аламын. Сапарға шықсаң, мені ертіп ал, шөл далада пайдам тиеді» деді. Бәбісектің бұл сөзі Сүлейменге ұнады. «Мұндай өнерің болса, жорыққа шыққанда жанымнан табыл, қай жерде су барын айтып отырасың» деді. Бәбісектің сөзіне қарғаның іштарлығы оянды. «Ол өтірік айтады» деп қарқылдады қарға. «Ендеше неге үнемі торға түсіп қала бересің? Өткір көзің жердің астын көргенде, жердің үстінде жатқан аңшының торын көре алмай ма?» Сүлеймен сұраулы жүзбен бәбісекке қарады. Бәбісек саспастан сабырлы қалыппен сөз бастап: «Тақсыр, жау жоқ деме, жар астында, бәле жоқ деме, бөрік астында» деген. Адам алыстағы асқар тауды көргенмен аяғының астындағы ұсақ тасты көрмейді. Жақып пайғамбар кереметімен тіпті Мысыр тағында отырған Жүсіптің сұлбасын көре алды. Бірақ үйінің артындағы құдықта жатқан баласының халін сезе алмады. «Әй тақсыр, мен өтірік айтпадым. Жер астындағы судың көзін көре аламын, бірақ ажалға айлам жоқ» деген. «Басыма қауіп төнсе, құтылып кетер қайран жоқ» депті. Сонда қарға: «Ендеше неменеге сонша ілімім бар деп мақтанасың? Мен мысалы бір шоқып екі қараймын, үнемі сақтанып жүремін. Соның арқасында қауіптен аман қалып, 200 жыл өмір кешемін» депті. Шам сонша жарық бергенімен оның жарығы түбіне түспейді. Көз алысты көргенімен өзінің қабығын көрмейді. «Көп кітап оқыдым, білім игердім» деп мастанба. Бәрібір үйренген ілімің ажалдан аман қалуға септігін тигізбейді. Одан да өз өміріңе, ахиретіңе керек ілімді ғана үйрен. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.